Баршаңызға сәлем. Ең керемет, пайдалы сабаққа қош келдіңіз. Мына сабақ сіздің кем дегенде 2 жыл, 10 жылыңызды үнемдейді. Азғандай уақытта сіз өте пайдалы ақпараттар аласыз. Ешқандай су ақпаратсыз. Бұл жерде бизнес бастаушыларға да, бизнесі барларға да қалай табысты көтеру керек? Кемінде 5 есе. Бұның барлығын біз өзіміздің бизнестен алған ақпараттарымызды бөлісеміз. Біз инфобизнесмен емеспіз, бизнес практикадан болған екен, өзіміз қанша рет банкрот болдық, қателік жасадық, және біз инвесторда болдық, инвестицияда тарттық. Барлық этапты көрдік, сол себепті сіздерге максимально пайдалы болғанын қалап тұрмыз. Давайте қолдауларыңызды білдіріңіздер, және егер сізге бір мешайт етіп жатқан нәрсеңіз болатын болса, за рулем келіп жатсаңыз, сізге кеңес берем, бір жерге тоқтап, құлағыңызға құлаққа тыңдап, телефоныңызды не беспокоит қойып, міндетті түрде көріңіз. Және осы видеоны қасыңыздағы жұбайыңыз, танысыңыз, досыңыз барлығын бөлісіңіз. Өйткені байыса Қазақстандағы азаматтарым байысын. Ал кеттік. Мен Тұран Абжанов. Бүгінгі тақырып еш қиындықсыз табысыңды 5 есе беретін формуламен бөлісем. Бүгінгі сабақтың программасы енді өте пайдалы, мощный программа бөлісем сіздермен. Ең бірінші жеке бренд. Көпшілік айтып отыр ғой. Жеке бренд және маркетингдің маңызды 5 фишкасын бөлісеміз. Жалпы мен өзім жеке бренд бойынша обучениеге алдыңғы жылы 10 миллион теңге құрттым. Ағайындар, жеке бренд өте пайдалы. Поэтому қазір этап-этаппен сіздерге айтатын боламын. Екінші тақырып бізде неге әлемдік компаниялар 95%-ға табысты? Яғни біздің компаниялар қалай ашады? Екеуінің разницасы сіздерге өте мықты ключевой формула ашам. Осы формула арқылы алла бұйыртса, иншалла, сіздер кәсіптеріңіз 95%-ға берекелі, табысты болады. Яғни успешный болады. Үшінші нәрсе, инвестиция мен кредиттің айырмашылығы қандай? Инвестиция тартсаңыз қалай болады? Рисктер, плюс-минустар, кредит алсаңыз қандай болады? Мына ұғымды түсініңіздерші, ағайындар. Кәсіп бастаушылар. Мен кәсіп ашу үшін бірнеше миллион ақша керек. Менің қарызым бар. Мен декреттегі анамын. Оның барлық қате ұғым. Сіз ақшаңыз жоқ болса, 0 болсаңыз, минус болсаңыз, бизнес срочно бастау керек. Сіз неге бастай алмайсыз? Өйткені сізде білім жоқ. Түсіндіңіз ба? Сол нәрсені түсініңіз. Сол себепті мына ұғымды қате ойламаңыз. Мен бірнеше миллионым керек ақша бастау үшін. Apple компаниясы, Стив Джобс Apple'ды основать ететін кезде, ода 1 миллион доллар, 10 миллион доллар ақша болған жоқ. Ода идея болды, команда, потом инвестиция болды. Сол себепті бизнесті масштабировать етуге, бизнес бастауға сізге арнайы ақша керек емес. Оны дұрыстан түсіңіз. Төртінші, команда құру және басқару. Қалай тиімді команда құруға болады? Международный компания қалай команда құрады? Қалай команданы жұмсау керек? Өзіңізге тиімді команда қалай алу керек? Соны сіздерге бөлісетін боламыз. Бесінші, кәсіпкерлік сана. Үлкен табысқа жетудің құпияларын бөлісеміз. Яғни барлық нәрсе мына мида, мышление. Даже мен өзімнің обучениемде шәкірттеріме айтамын. Ешқашан Алматыдан Шымкентке бір айда 10 рет 15 рет барма таксимен, индирайвермен деп. Неге? Өйткені ол таксист мышление. Өзіңе уақытыңды экономдап, яғни сен самолетпен барған дұрыс. Ақшаны экономдап, машаға мінбе деп. 8 сағат, 10 сағат сенің жолың қаншама сен пайдалы іс жасай аласың деп. Сол себепті мышлениені үйрететін боламыз, ағайындар. Ешқандай су ақпаратсыз пайдалы сабақтар алатын болса, сізге өте, мен ойлаймын, бір повезло деп. Өткен мына сабақ кемінде 1 миллион теңге тұрады. Жалпы мен өзім туралы айтайын. Енді мен танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар. Есім Тұран Абжанов. Яғни көбісі Таке деп дейді, біреу Тұрар дейді, біреу Талғат дейді. Неге Тұран Абжанов? Есім Тұран. Мен өйткені оңтүстік Қазақстан облысы бұрынғы, қазіргі Түркістан облысы, Түркістан қаласында туылғанмын. 26 шілде 95 жылғымын. Қазір таңда жасым 30-ға толғалы жатыр. Алла бұйырса. 5 жасқа дейін сақау болғам, 6 жасымда бастап есімде осындай бір ерекше адамдардың бірім деп айтсам да болады. Және әкеміз военный болған кейін әртүрлі қалада көп тұрдық, әртүрлі мектептерде оқыдық. Оның соңы Қазақтың лицейі Қызылорда қаласында оқыған болатынмын. Бұның барлығы мен не үшін айтып жатырмын? Сіздер мені жақынырақ тану үшін, мендегі қателіктер жасамау үшін бөлісіп жатырмын. Бизнесте жүргеніме 12 жылдан астам уақыт болды. Өйткені 17 жасынан бастап саудаға келдім. Қалай мен бизнеске келдім? Негізі Аллах тағала әрбір сынақтарында қайырлы іс тұрады.
Мен айтпаймын сіздерге мен өте төмен отбасынан шықтым, жоқ, ондай емес. Бізде квартираларымыз болды, үйіміз болды, аллаға шүкір средний семьядан шықтық, бір екі кәсіптеріміз болды. Бірақ ары қарап масштабқа білімнің арқасына пайдасы тиді. Алматы қаласында Сүлейман Демирельде оқыдым. Жалпы айта келе бұның барлығы ортаның өте маңыздылығын білдіреді. Сол себепті өзіңізді жақсы ортаға итермелеп жүріңіз. Бизнеске мен қалай келдім? 2012 жылы, яғни 11-ші сынып оқитын кезде біздің отбасымызда қиын жағдай болды. Әкеміз срочно Қызылорда қаласынан Шымкентке кетті, яғни отбасылық жағдаймен жұмыстан шықтық. Сол кезде Шымкентке кеткен кезде маған өте қиын болды, өйткені мен екі қалада 11-ші сыныпта оқыдым. Ойлаңыздаршы, күніге қатынау 500 километр, аптасына 3-4 рет қатынау өте қиын, ол жас балаға, кішкентай балаға. Бірақ оған қарамастан ОБТ несіне дайындығына дайындалатын арнайы курсқа барып Шымкентте, Қызылордада мектепте оқып сөйтіп жүрдім. Солай келе бір қызығы, енді Аллах тағала айтады, айтады сынақтың артында сабырмен қарсы алатыныңыз қайырлы іс тұр деп. Сол 11-ші сыныпта мен ОБТ-ға дайындалатын жерде мен бір досыммен танысам. Ол досым өте бір айтады ондай жилкасы бар адам еді. Мен әрдайым менің ойымда, мышлениеде мен әкем сияқты боламын. Мемлекетке пайдамызды тигіземін деген менде ой болатын. Әкем сияқты мен военный боламын, мемлекет қызметкері боламын деген. Өйткені бізде қазақтар лицейде біздің мұғалімдер солай бізді тәрбиеледі. Проактивный болыңдар. Проактивный деген сен негативті көріп тұрсаң да позитивті көріп, мемлекетіңе пайдалы бол деді. И менде всегда ойлайтын, бизнес бастау, продажа істеу, ол всегда бір алдап сату, болмаса дұрыс емес деген сияқты. Сол себепті мемлекет қызметкер боламын деп ойлайтын. Солай келе 2012 жылы бағана курста оқып, мен бір досыммен танысам, бағана айтқандай, сол досым өзі мықты бір кәсіпкерлік жилкасы бар еді. Ол кітапша сататын. Кітапша деген шпаргалка. И маған айтады ғой, 2000 теңгеден алдым, мынаны 3000 теңге 3,5 саттым дейді. И мен қызығамын. Постоянно қалтасында ақша жүреді. И одан айтам, мен сатсам қалай болады, сата аламын ба деген. Менде бірақ продажа қорқыныш болатын. Отказ бере ма деген сияқты. И ол маған екі кітапшаны береді, сен ақшаны кейін бересің деп, сатып болған кейін деп. Мен аламын, и қолым дірілдеп, мына курс оқитын қыздарға барып, балдарға барып ұсынамын. И менен көп балдар, қыздар пробный сұрайтын, өйткені ОБТ-ға мен более-менее жақсы дайындалатын. Сөйтіп, бірінші кітапша әрең бір қызға сатам. 2000 теңгеден 3,5 теңге қолым дірілдеп бір 10-15 рет ұсыныс болған кейін ғана екеуі сатылады. И одан кейін мен тәжірибе жасаймын, сөйтіп сата келе, уже түсіне бастаймын. Оказывается, сатуға болады екен. Адамға ұсыныс берсең болды. И отказ алу ол нормальный нәрсе. Отказ алудан ешқашан қорықпау керек ағайындар. Солай келе 2000 теңге 3,5 теңге сатам. И мен досым екеуміз біз ол оптовый жерлерді іздей бастаймыз. 2000 теңге емес, 1700 теңге, 1500, 1000 теңге. Солай келе Шымкент қаламызда Самал базардан точкалар табамыз, ол жерде 1200 теңге, соңғы 1100 теңге болады. И біз ойланамыз. 1100-ден 3000-3500 сатамыз, маржамыз 2000 теңге өте жақсы. И бизнесте unit economy деген нәрсе бар. Жазып алыңыздар, ол сіздерге бонус ретінде қазір айтып отырмын. Unit economy деп айтылады. Ол себестоимость деген мағынаны білдіреді. Сіздің себестоимыңыз төмен болған сайын үлкен нарыққа шығуға болады ағайындар. Соны біз енді ол жерде біліміміз жоқ, бірақ практика ретінде түсінеміз. 1100 теңгені алған кітапшаны тағы да түсіруге болады ғой. Значит, 1100 теңгені сатып жатқан поставщик бізге ол басқа арзан алып жатыр деген ұғым келеді ғой. Солай келе мен зерттеймін. И мына жерде «Кради как художник» деген кітапты оқуға сізге кеңес беремін. Неге? Өйткені идея таппай жүрген жандар идеяны Американы не надо придумать. Идея сізге мықты ортадан келеді. Сол себепті әрқашан ортаға ұсыныс ізденіп жүріңіз. Мен Шымкентте Гарант деген жерге барам. Бұны мен не үшін айтатынмын? Өйткені ана кітапшаны аламын, яғни шпаргалканы аламын да, электронный версиясын жасауға идея келеді маған. Сөйтемін, 10-15 теңге келсем қыздармен Гарантта компьютерде отырып басып беретін. Олар маған басып береді. Бір-екі ошибкалар жібереді, қайтадан дұрыстаймыз. В общем, 10-15 теңге расход боламыз. И тағы бір досымның анасы кітап істейтін, типография істейді. Сөйтемін да мен типографияға барып, мына кітапшаны электронный версиясын апарып, тура осылай жасап беріңізші деймін ғой. Түсіндіңіз бе? Бағана «Кради как художник» кітабында айтады, идеяларды скопировать етіп, лучший версиясын жасауға болады дейді. Сол себепті идея іздеп жүретін болсаңыздар, не надо сізге бір жоқ нәрсені ойлауға, бар нәрсені лучше қылып шығарыңыз. Сөйтіп, ең қызығы сол типографияда кітапшаның 120 беттік, 150 беттік кітапшаны 2012 жылы қанша теңгеге шығарып берді деп ойлайсыздар? Давайте сізге бір 10 секунд уақыт берейінші, мен пока шайымды ішіп алғанға дейін. Сіз ойлаңыз, астына жазып кетесіз, болмаса маған айтасыз.
біз 1100 теңгеден алып сатып жүрік 3,5 мың теңгеге, ал типография қанша болды деп ойлайсыз? Иә, сіз мүмкін 700 теңге болып төлейсіз, 500 теңге, 400 теңге. Қазір айтсам, шок боласыз. Бағасы 66 теңге болды. Ойлаңыздаршы, 66 теңгеге алып біз 3,5 теңге сатып. Ол мүмкіндік бізге өте жақсы әсер етті. Өйткені по всему Қазақстану Тараз 2013 деген кітапшаны біз саттық. Қарағанды, Ақтөбе, Алматы барлық. Тем более мен көп мектепте оқығаным, маған пайдасы өте қатты тиді. Сол себепті, яғни формула қандай? Unit economy және кредит как художник несін қолданамыз. Және бизнесте бір нәрсе түсініңіздер, посредничество, продажа, производство уровеньде тұрады. Яғни бір нәрсені бастауға ең бірінші сіз міндетті түрде товарыңыз болу не обязательно міндетті емес. Сіз посредница болып, потом продажа уровеньге көтеріліп, яғни товарды, потом производство кетсеңіз болады. Осы уровеньдерді білсеңіз, сізге бонус ретінде. Солай бизнеспен бастадық, 17 жасында сауда бастадық, потом соны байқаған мен әкем маған бата берді, сен бала мамандығың бар, маркетолог, экономист болу керек деп, Алматы қаласының Сүлейман Демирелиге мені түсірді. Госслужащий заман емес деп өз батасын берді, өйткені үйдегі анандай бізде кішігірім не болатын, будка болады, сол будкада кітапшалар сатылып жатқанын көріп и так далее, оны көріп маған батасын берді. Және сізге дополнительный бонус ретінде айтайын, мен всегда өзіме келген шәкірттеріме жақсы бір мотивация, білім берген жақсы көремін. Бонус ретінде бизнесте апсел деген нәрсе бар ағайындар. Upsell деп жазылады, ол доп продажа. Соны кітапшада біз қолдандық. Қосымша біз кітаптар бердік, ручка для тестирования жасадық 17 жасымда. Ол апсел деген Магнумда шығып жатсаңыз, кассада Орбит темекі сатып жатады, ол қосымша продажа. Бір аудиторияға 3-4 товар ұсыну. Сол арқылы табысыңызды 2 есе 3 есе көтеруге болады. Солай бизнес бастадық, 17, 18, 19 жас, одан кейін телефон саттық, чехол саттық, студент кезде істедік, мен Яляннан барып әртүрлі запчастьтар саттым. Ең бірінші факап дейді, банкротство. Менде 19 жасымда болды. 19 жасымда бір Асет деген досыммен партнерство боламыз деп бір мотивацияға толып, Алматы қаласында, Алматының қақ ортасынан бір үлкен офис алып, 1,5-2 миллион теңге мен қарызды ақша алдым, жинағаным бар, ана партнердің ақшасы екеуміз эмоцияға беріліп, 50-50 английский курс аштық. Абая Момышұлдан. Аренданы вперед бізден 3 ай 4 айға сұрады. Біз еще 40% риэлторский услуга төледік. Соның қызығында ең соңында 2,5 ай біз рекорд жаздық. Рекорд қалай? Ол антирекорд. 2,5 айда бізде бір клиент келген жоқ. 0 клиент болды. Даже достарымның інілерін, сестраларым бермеді. Өйткені біз бірінші банкрот болдық, өйткені біз бизнестің формуласын білген жоқпыз ағайындар. Бизнесте формула шахмат сияқты. Ол басқаша жұмыс жасайды. Кто знает правила, тот правильно играет. Понимаете? Сіз көбірек жұмыс жасап, көбірек ақша таппайсыз. Неге көбірек жұмыс жасайтын адам көбірек ақша табатын болса, официанттар, техничтер неге ақша таппайды? Оның барлығы мышление. Поэтому бизнесте білім болу сізге обязательно. 19 жасымда қарыз болғаннан кейін маған ол, мен всегда айтамын, Аллах тағала бізге сынақ береді, бізді мықты болу үшін. Жақсы көргеннен кейін сынақ береді. 19 жасымда банкрот болғаннан кейін ең бірінші мен курсқа келдім. Сол кезде менің мышлением қатты өзгерді. Курсқа келдім, я до сих пор благодарен ол курсқа. Ол курста мен қатты дамыдым. Сол орта арқылы әлі сол ортамен араласамыз. Сол себепті әрқашан өзіңізді біліміңізді дамытуға арттырып жүріңіз. Мен 85 миллион теңге білімге инвестиция салғам. Ешкімді тыңдамаңыз, кім анау дейді, мынау дейді, сіздің өзіңізге сіз ғана жауапкерсіз. Сол себепті мықты курстарға барыңыз. Сөйтіп курсқа бардым. Сол курста мен Ринаджи деген кісі болды. И системаға масштабированный франшизаға үйретті. Сол жерде 16 жасар бала бір күнде таза пайды 1,5 миллион тапты. Сол кезде менде ойыма мынандай келді. Жас деген это просто цифры. Сен 70-десің ба, 80-десің ба, 50-десің ба, 15-десің ба, разница жоқ. Возраст это просто цифры, оказывается. Сен мышлениең, білімің болса болған екен. Сол курста көптен картошка сата бастадым, посредник бола бастадым, сол білімді ала бастадым. Яғни қарыздар, банкротстводан жай шыға бастадым. Сол себепті 20-21 жасымда бильярдный клуб аштым, 23 жасымда WordCast аштық. WordCast'ты тоже Шымкент қаласы ең бірінші Нұрсат мөлтек ауданында аштық. Ол жерде ГЧП проектін ұтылып қалып, сөйтіп барып WordCast'ты өте қиындықпен келіп аштық. Единственное бізде плюс жеріміз болды, бірақ WordCast'та мост ситуациясы деп айтамын. Неге? Өйткені ол жерде бізде ата-ана қарсы болды, ақша болмады, кредит алдық, инвестиция тартық. Үшінші бізде франшиза болмады. Яғни бір ортаның арқасында сол идея келіп, бір бауырымыз ұсынды, сол франшиза заявка тастап, Мәскеуге бардым, орысша білмейді, жасым 23-те ұсыныс тастап, Мәскеуден әрең дегенде франшизаны алған болатынбыз. Тем более әртүрлі банктерге заявка тастадық, бізге 8 айда әрең деген одобрение алып, тоғыз залогқа қойып, қиналып барып, сөйтіп барып алғанбыз. Сөйтіп 75-80%-да
бастаған кезде даже там 70%, 30% ақша тозып қалды, стройка жасап жатқан кезде оны арнайы клиенттерден инвестиция тартып, абонемент сатып, заранее предпродажа солай WordCast фитнес клубын запускать еткен болатынбыз. Ол франшиза ала келе біз өте үлкен өстік, өйткені ол кісілер наставник болды. Сол себепті білімге біз ақшаны құйдық, яғни сол кісілердің обучениені сатып алған болатынбыз. Ешқандай курс сізге әлемдік компаниялардың системасы үйретпейді. Ал Аллаға мың да бір шүкір, біздің проекттерімізде ол білім бар. Так, мына жерде біздің проекттер, мынау мектеп бар бізде, Будоспа проектісі бар, Дора Вилла бар, Дора отель, мына жерде жартысы жоқ. Бізде X-Fit қазір бар Алматы қаласында. Одан бөлек әлі жоспарлы әрі біраз бар. Сол себепті бұның барлығы көбінесесі инвестиция тарту арқылы ашылған жобаларымыз еді. Қазіргі таңда 14 түрлі кәсіп бар, 500-ден астам адам жұмыс жасайды. Дәстүрлі практически бизнесменмін, бизнес кәсіпкер және блогермін. 2000-нан астам адамға біраз адам пайдамыз тигізді, көп деген нәтижелер болды, өте көп. Оның барлығын историяда актуальный көрсеңіз болады, болмаса біз журда көрсетіп боламыз. Бірінші тақырыптан да жеке бренд пен маркетингтің 5 фишкасы. Қараңыздар, егер сіз Instagram жүргізбеуді ойланып отырсаңыз, Instagram ашу бізге тегін нәрсе. Всегда Instagram'ды қолданыңыз. Ең бірінші жеке бренд сізге не береді? Жеке бренд сізге тең сенімділік, тең высокий чеки береді. Үлкен қымбатқа сатуға мүмкіндік береді. Сол себепті дәл қазір Instagram жүргізбейді ойланып отырсаңыз, егер де камерадан сөйлей алатын болсаңыз, жеке брендке жүргізуге кеңес беремін. Ол үшін ең бірінші инфоповодтан бастаймыз. Инфоповод деген қазір осы сабақты көрдіңіз ба? Осы сабақты историяға түсіріңіз. Мен осыны сабақ көрдім, өте пайдалы болды. Яғни бір причинамен басаңыз, сториске, рилсқа, постқа, оның қазір мен түсіндірем не үшін екенін. Екінші, сіз предистория түсіріңіз. Предистория деген процесс работы, яғни сіз қай нәтижеге келіп жатқаныңызды процесс түсіндіріңіз. Біз Алматы қаласында Әл-Фараби маркада әлемдік компания X-Fit ашатын кезде мен барлығын көрсетіп адамдарға, сол жерде инвестиция тарту да оңай болды, клиенттер тарту да оңай болды. Неге? Өйткені адамдар этап-этаппен көрген болатын. Үшінші этап бізде быть на исходящем. То есть исходящий формат деген личный брендте бөлісу керек. Ол обязательно, міндетті. Ол өйткені личный брендке сіз ақша қоймасаңыз, егер бөліспейтін болсаңыз, хотя бы 5 мың теңге, 10 мың теңге репостқа, болмаса біліммен бөліспейтін болсаңыз, сіз дамуыңыз өте қиын. Ол да бір бизнестің бір түрі, личный бренд. Ол жерде тоже формула бар. Егер сіз әшейін өзіңіз Инстаграм сала беретін болсаңыз, ол қызықсыз болады. Яғни шығынсыз кіріс болмайды. Әрқашан шығын салып жүріңіз, чтобы бұл да бір инвестиция сіздің дамуыңыз үшін. Төртінші, постты өзіңіз туралы жазыңыз. Кімсіз, қай жылысыз, қанша жыл, кімге қалай пайдалы бола аласыз деген сияқты. Тек қана сұрау форматы емес, беруші форматы болу абзалырақ. Бесінші, міндетті түрде сіз история түсіретін кезде, прямой эфир түсіретін кезде адамдарды, команданы түсіріңіз. Қасыңыздағы адамдарды, басқаларды. Өйткені сіз басқа адамды түсіру арқылы сіз доверие сіз жасай аласыз. Тағы да бір бонуспен бір фишка айтып кетейін сізге. Көп біздің продажамыз кемінде 2 есе көтерген. Всегда отзывтар салыңыз. Егер сіз бір продуктпен айналысатын болсаңыз, өзіңізге постқа, история отзыв салыңыз. Отзыв всегда продается. Ол сізге қосымша бонус. Сол себепті осындай фишкаларды ағайындар қолданамыз. Обязательно. Так, енді екінші нәрсе өте, барлығын блокнотқа жазып отырыңыз. Қаршы, блокнот өйткені әлемде ол жазған адамдар успешный болу 3%, поэтому жазып отырыңыз обязательно. Жазу арқылы ми қолға не береді, сигнал береді, жазу обязательно. Екінші өте пайдалы нәрсе, неге әлемдік компания 95% табысты там, именно франшиза бойынша Starbucks, WordCast деген сияқты. Өйткені ол кісілер арнайы бір формула қолданады, бір сол құпиясын айтып кетейін. Сол формуламен сіз бизнес ашатын болсаңыз, общепит болсын, любой бизнес ашатын болсаңыз, сіздің бизнесіңіз 95%-ға успешный болады, табысты болады. Ең бірінші формула бұл бізде FOPI формуласы, соның ең бірінші әріпі P, яғни FOPI деп не үшін жазады? 4P деп жазады, бұл айтқан 4P, 4P деп. Бірінші P продукт, ағылшын тілінен қазақша тіліне айтқанда продукт қой, орысша тіліне айтқанда продукт. Яғни продукт сізде сапалы болу керек, товарыңыз сапалы болу керек. Общепит болса, общепитіңіз сапалы болу керек. Екінші P, price, яғни ағылшын тілінен қазақ тіліне айтқанда бағаңыз. Бағаңыз 5-10%-ға нарықтан бірінші ашылған кезде төмен болғаны абзалырақ. Үшінші P, это placement, яғни сіздің локацияңыз, местоположениеңіз дұрыс болу керек. Сіз егер басқа қаланың сыртына ашатын болсаңыз, өте қиын оның жүруі. Төртінші P, бұл бізде промоушн, яғни продвижение. Сіз блогерлерге, таргетке, өзіңіздің ортаңызға, өзіңіздің дамуыңызға және маркетингке, билборд болсын, флайер болсын, кем дегенде 3%-дан 6%-ға дейін выручкадан қаражат салу керексіз. Осы FOPI технологиясын сіз қолданатын болсаңыз, бірінші P продукт, price, placement,
промоушн, сіздің бизнесіңіз 95%-ға успешный болады ағайындар. Бесінші P бар, ол бізде people дейді. Оны біз көбінесе қолданамыз, өйткені команда ауыса береді. People деген адамдар, яғни команданың дамуына тоже қаражат салып тұрсаңыз абзалырақ болады. Поэтому осы P технологиясын қолданамыз, бизнес ашатын кезде, либо басқа бизнес дамитын кезде міндетті түрде қолдансаңыздар абзалырақ болады. Кез келген успешный компания зерттеңіз, осы формуланы қолданған олар. Жалпы қалай болып жатыр ағайындар? Егер сабақ ұнап жатса, бір скрин жасап алыңыз, менің бір түрімен дәл осы жерде сен өзіңіздің сторисін бөліссеңіз, отзыв айтсаңыз, біздің команда, мен және риза боламын. Сол себепті сіз бізге 2 есе жақындасаңыз, біз сізге 10 есе жақындайтын боламыз. Үшінші тақырып бізде инвестиция мен кредиттің айырмашылығы қандай? Кредиттің артықшылықтары мен кемшіліктері, плюстері қараңыз. Инвестиция қарағанда аз пайыз, өйткені сіз жеке тараптан инвестиция тартатын болсаңыз, пайызыңыз жоғары болуы мүмкін. Оның кредиттің плюстері, өйткені мемлекеттік даму бағдарламасы мен субсидия алатын болса, кредитті 6% мен 12%-ға дейін алуға болады. Былай жеке екінші банктер алатын болсаңыз, 21-25% аласыз. Енді инвестиция 35-40% жүреді минимально. Екінші, кредит историяң жақсы болса, бір-ақ күнде қол жеткізуге болады кредитке. Ал минустары 100% жауапкершілік сізде, яғни риск сізде, тұрақты қысым болуы мүмкін. Үшінші, пайда болмаса да төлеу міндетті. Яғни тұрақты қысым деген каникул бермеуі мүмкін. Ал инвестор каникул береді. 1 апта, 10 күн, 2 ай, 3 ай деген қалай келіскен байланысты. Поэтому пайда болмаса да төлеу міндетті болады. Кредиттің түрлері бар. 99% адам білмейтін құпияны бөлісейін да, адамдар сізге потолок бонус сабақтар беріп жатыр ағайындар. Кредиттің түрлері бар. Ол бізде дифференциалды және аннуитет деген. Сіз машина алсаңыз да, көптеген наличный ақша алатын болсаңыз да, банкте сізге былай дейді, пәленше кредит бердік, бірақ өз еркімен дифференциалды кредиттен отказ беріп, аннуитет таңдады дейді. Аннуитет деген сіз платежіңіз бірдей, ай сайын 200 мың теңге платеж төлейсіз, бірақ основной долгыңыз сізде 10 мың теңге болады, вознаграждение банка 190 мың теңге болады. То есть сіз төлеп отырсыз, бірақ азаймай айтады ғой, бұл бір кісілер айтады, мен кредит төлеп всегда азаймаймын дейді. Ол деген аннуитетпен аған. Түсінсіз бе? Ол аннуитет банкіге выгодно. Ал дифференциалды кредит ол сізге выгодно болуы мүмкін. Ол равнями долями деген нәрсе. Сіз аласыз, 2-3 айдан кейін жауап тастайтын болсаңыз, сіздің дифференциальный ол основной долгыңыз көбірек азаяды. Дәл қазір осы сабақтан кейін Google'дан да зерттеп көрсеңіз болады. Основной долгыңыз тезірек азаяды, бірақ дифференциалды 2 минусы бар. Бірінші минусы ол әртүрлі платеждар. 200 мың, 220 мың, 180 мың, 250 мың деген сияқты аймай әртүрлі платеждар, бірақ основной долг тезірек азаяды. Ал екінші минусы одобрение көбірек бермеуі мүмкін, тезірек бермеуі мүмкін. Ол банк менеджеріне нені заинтересован болуы мүмкін, сізге отказ беруі мүмкін, но заң бойынша ол сізге беруге міндетті. Сол себепті оны қайта сұрау керек. Бермесе комитетке шығып деген сияқты барынша тырысу керек. Енді инвестиция тартудың артықшылықтары мен кемшіліктері, плюстері. Ірі қаржы көзіне қол жеткізу. Кеше біздің таныстарымыз, шәкірттеріміз, балалар 350 миллион теңге инвестиция тартты. Екінші, тәжірибесі бар серіктес пайда болуы мүмкін. Өте күшті. Бізде мысалы проектте көп болды, бір-біріне инвестор болып кеткенде, партнер болып кеткен, біздің обучениеде, трансформацияда қарыз емес, ортақ тәуекел дейді. То есть сіз жүрмей қалса, сіз риск 2-ге бөлініп кетеді. То есть изначально оны келісесіз. Өйткені инвестор ақшамен кіреді, сіз біліммен, ортамен кіреді. Поэтому білім дамытыңыздар. Әрқашан бизнесмен адам қасына шықпаңыздар, надо будет. Бизнестің бір бөлігін бөлісуге тура келеді. Сенімі жеке брендсіз алу қиын. Либо біліміңіз болмаса инвестиция тарту өте қиын. Біреуге инвестор берсе, болшы инвестиция тартып десем, ешқашан ақша бермейді. Оның өзінің 12 мықты шаг формуласы бар. Үшінші, нақты қаржылық жоспар қажет, презентация қажет. Поэтому осындай минустары бар. Төртінші тақырып, команда құру және басқару. Қалай тиімді команда құруға болады және команда міндеттерін дұрыс бөлу. Егер сіз бизнес бастаймын, бизнесім бар, мен барыны өзім жүгіремін, делегат ете алмай жатырмын деген ол нәрсені мен дұрыс түсінемін, өйткені бірнеше жыл ол проблема менде де болған. Жалпы бизнесте бір жүйеге автоматизация қою үшін ол команда керек. Команда кімнен басталады? Команда 2 адамнан басталады. Даже 2 адамнан көп болса, уже команда. Поэтому бизнес бастайтын болсаңыз, бизнес масштабқа шығыңыз келетін болса, бірінші требование шарт ол ассистент алу. Біздің өзіміз обучение айтамыз кәсіпкерлерге. Сен обучение шәкіртке, ассистентпен кел обучениеге деп, өзіміздің шәкірттерге. Сол себепті ассистент алу керек. Ол жағын қалай келесу, енді кейін дальнейшем айтатын боламыз, өйткені қазір бізде уақыт аз. Бірақ мен сізге бір өте мықты бір формуланы бөлісіп кетейін. Ол формула қараңыздар. Дәл қазір калькулятор алыңыз. Калькуляторға сіз 1.2-ні көбейтіңіз 0.8-ге. Қанша шықты?
0,96 шықты, иә. Ол деген нәрсе, сіздің бизнесіңізге қанша ақша құйдыңыз, бизнесіңіз сапалы болып, өзіңіз күшті болсаңыз да, 1/2 формуласы болсаңыз, бірақ сіздің командаңыз 0,8 болатын болса, яғни бір уровеньге де жетпейді, 0,96. Яғни командаға көп нәрсе байланысты ағайындар. Сол себепті команданы дұрыс тарта алу керек. Поэтому команданың өзінің уровені бар. 0,8, 1.0, 1.2 деген. Яғни ол нәрсенің өзінің арнайы этаптары бар. Оны тоже біз внутренний проекттерде бөлісеміз, Құда қаласа. Бірақ осы сіз формуланы білсеңіз, оның өзі сізге көп плюсын жетеді. И главный тағы бір бонуспен формула айтайын, өзіңізге всегда қарама-қайшы адам алыңыз. Егер сіз презентация жасай алмайсыз, презентация жасай алатын адам алыңыз. И бір командаңыз сізге болеть ететіндей, өзіңіздің компанияңызды команданы сата біліңіз. Оларға мотивация бере алыңыз. Сізге, яғни компанияңызға сенетін адам сіздің продуктыңызды үлкен бір дәрежеге. Қалай болып жатыр? Пайдалы болады ма? Бір скрин жасап, бір историяңызда, постыңызда осы сабақтармен бөлісіңіз. Біз максимально сізге пайдалы ақпараттармен бөлісіп жатырмыз. Бесінші, мен бағана айтқандай, кәсіпкерлік сана, үлкен табысқа жету құпиясы. Қараңыздаршы, неге кәсіпкерлік сана өте маңызды? Неге мысалы біреулер 1 миллион табады, неге біреулер 1 миллиард табады, неге біреулер 1 миллион таппайды? Барлық нәрсе осы санада, мышлениеде. Неге мен өзімнің маған обучение келген адамдарға таксимен жүруге запрет беремін, басқа қаладан қалаға, желательно самолет деп айтамын. Бір айда там 2-3 реттен көп шықпа деп. Неге? Өйткені ол таксист мышление. Ол уақытыңыз 12 сағат, 15 сағат кетеді, энергияңыз кетіп қалады. Кәсіпкерлік сана өзін әрқашан дамушы ортаға итермелейді. Әрқашан біліммен айналысады. Өйткені сіз қазір жұмыс істейсіз, бизнес жасайсыз, бірақ операцияңыз шыға алмайсыз, дамуға уақытыңыз аз. Ал кәсіпкер адам, нағыз адам бизнесті жүйеге тезірек қоюға тырысады, операцияға кіріп, и өзін дамытады және стратегия, продажаны ойлайды. Дәл қазір мен сіздерге сабақ өтіп, менде фитнес-клубтарда продажа болып жатыр. Өйткені оның барлығы кәсіпкерлік сана. Сол себепті қандай инсайт айтайын? Бірінші инсайт, мықты ортаға тырысыңыз. Екінші, өзіңіз біліміңізге міндетті түрде инвестиция салыңыз. Үшінші, мықты фитнес-клубтар барып, адаммен араласыңыздар. Адаммен араласа үйреніңіздер. Өйткені кәсіпкерлік сана, мышление әрқашан беруші форматта, исходящий болу. То есть мен всегда айтам кәсіп бастаушыларға, сен алушы болма деп, сен беруші форматта бол деп. Поэтому ағайындар, исходящий боламыз. Всегда, то есть всегда кәсіпкерлік сана, мышление исходящий болуда және өзін дамыту отыратын ортаға кіруде. Жалпы сіздерге қалай болды? Мынандай бір мен сіздерге айтайын, бұл негізі проект өте мықты. Жалпы мен айтып жатқан нәрсем барлығы неге? Өйткені менде ғана емес, ол біздің участниктерде де не болған, результат болған нәтиже міне. Ермек Мәденұлы көрдіңіз, точка 1,5 миллион, точка Б 15 миллион 300 мың теңге. Яғни кез келген адам жасай алады деген нәрсе. Салтанат Сапар, даже инфобизнесте біз результат жасап, точка А 5 миллион, точка Б 10 миллион 850. Таза пайда. Общепитте 600 мың теңгеден 4 миллион теңге точка Б жасаған болатын Мәкең Мақсат мырза. Төртінші Аян 1,5 миллионнан 10 миллион теңге. Нәтиже өте көп. Яғни сіз жасасаңыз болғаны ағайындар. Ол бізде ғана ондай болған жоқ. Барлық адамда нәтиже болады. Главный формуланы білу. Меруерт Назеновна бізде Шымкент қаласы Нұрсатта екінші точкасында, біздің шәкіртіміз 60-тан асып кеткен. Катарға бізбен бірге бизнес турға барған. Точка А 50 миллион, точка Б 100 миллион жасады. Яғни барлық система қойды. Мен өзімнің шәкіртімді жібердім, Рус деген кісіні. Ол кісі барып система қойып кетті ол жерге. Біріншісінде бізде ол жерде левый жасайтын командасы, қазір таңда барлық автоматизация жасалған. Сол себепті өзіңізге сенсеңіз болды, өзіңізге білімге инвестиция, жақсы ортаға итермелейтін болсаңыз, жақсы нәтижеге жетесіздер, ағайын, бауырлар. Ақнұр Әбісейітқызы Павлодардан бізге келіп оқы, точка А 1 миллион теңге, точка Б 5 миллион теңге болды. Яғни турагентствоның өзінен ойлаңыздаршы, осы кісі арқылы біз кейін Катарға да бардық. Яғни Катарға 18 адамды апарып, 18 түрлі результат шығарған болатынбыз. Сапаргүл ханым, үлкен кісі, точка А 2 миллион, точка Б 5 миллион теңге, яғни жарнамалық компания, типография, рекламный агентство. Зафар мырза нәтижелі поток жасайды. 2 миллионнан 5 миллионға через воронка арқылы, арнайы формула арқылы өсті. Яғни нәтижелі потолок жасайтын Шымкент кәсіпкер, жас бауырымыз. Мұндай нәтиже 100-ден астам, өте көп ағайындар. Айтайын, сізге формула біліңіздер, мен максимально сіздерге оңай тілде түсіндірдім деп ойлаймын.
кім дәл осындай нәтижеге жеткісі келеді, бізде бір мықты мощный проект бар, ағайын барлар, бізбен бірге дамиын, өсем дегендері рұқсат етсеңіз, мен таныстырайын, өйткені дальнейшем өзіңіз решение қабылдайсыз. Және сіздерге бонус мен дайындап қойдым. Бұл жерде ешқандай продажа болмайды, бірақ бонус, мықты бонус алатын боласыз. Кем дегенде $500,000-ға. Ендеше авторлық жоба программасымен таныстырайын. Бұл жерде мықты проектіңіз бар, бизнес бастаушыларға, бизнесі барларға трансформация фокус 7.0 деген. Бұл жерде инвестиция тартуды үйренесіз, және қалай цельді қою керек, команда қалай жинау керек, қанша айлық төлеу керек, қай помещение таңдау керек деген сияқты барлық метод үйретеміз. Жеке брендтің қандай плюстері, жеке бренд арқылы ақша табудың монетизация түрлерін үйренетін боласыз. Және де біз қаржылық сауаттылыққа арнайы спикерлер шақырамыз. Менен бөлек бірнеше спикер болады. 1 миллион теңге табады, біреулер 1 миллион теңге расход болып жатады. Яғни трансформация фокус группасында арнайы система автоматизацияға да үйретеміз. Қалай Bittrex, Amos программаларын қолдану керек деген сияқты. Поэтому, ребята, егер дамиын, өсем дейтін болсаңыздар, осы трансформация фокус группаға келіңіз. Бізде 20 адам болады бұл жерде. Бірге дамитын боламыз, бізбен бірге өсетін боламыз. Мықты проекттердің бірі, который өзіміз авторский жобадан шығарған. Бұл жерде жоба ұзақтығы 1 ай болады, кем дегенде офлайн бірнеше кездесу болады. Одан бөлек ең қызығы онлайн обучениеге 12 ай доступ береміз. Яғни сіз офлайн келесіз, бірақ сізге параллельно даму үшін біз максимальный үздіктер жасаймыз. Бізде только ұсыну емес, сату емес, біз нәтижеге жұмыс жасаймыз. Поэтому гарантированно бізде нәтижеге жетеді ағайындар, адамдар. Және настайник және мақсат қою трекермен жұмыс жасайсыз. Бәрін базада толтырып отыратын боламыз. Және неге адам саны аз, өйткені әрқайсыңызға жеке-жеке сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Өте ыңғайлы, қолайлы болады. Поэтому өте мықты проекттеріңіз бірі, который табысыңызды кем дегенде 5 есе көтеруге болатын. Біреу 2 есе, 3 есе көтереді, бірақ табыс обязательно көтерілетін болады ағайындар. Сол себепті мықты біздің проектімізге келіңіз, қосыңыз, бірге дамиық, өсейік, осындай ортаға қосыңыз. Және қараңыздар, осы видеоның астына сілтеме арқылы анкета қалдырып бердік. Ол анкета бізге не үшін керек целым, қандай анкета? Анкета толтыру арқылы сіз 500.000 теңге бізден бонус ретінде алатын боласыз. Яғни балық бермей қармақ бер дейді. Анкета толтыру арқылы сіз жеке бизнес разбор менен алатын боласыз. Түсіндіңіз ба? Бизнес разборды мен мұқият каждый жасайтын боламын. Бірақ бір нәрсе бар, атиндар, ағайындар. Бизнес разборды мен кәсібі бар, яғни 500.000 теңге, 1 миллион теңге тауып жүрген адамға жасайтын боламын. Өйткені менің уақытым өте маңызды, және маған даже бизнес ұжымға, бизнес свидание, консультацияға 500.000 теңге ағайын барлығы төлеп отыр. Өйткені жеке разборда сіз нақты уже жауаппен кетіп, нақты задачамен кетесіз. Мен жеке разбор өте жақсы жасаймын. Прям сұрақтардың барлығына жауап беремін. Сіз не істеу керек? Қадам барлық желектеп, басыңызға сұрақтардың барлығына жауап аласыз. Полностью. Бизнесіңіз неге жүрмей жатыр? Қалай жүру керек деген сияқты. Ондай разборда жұрттар 2 миллион, 5 миллион сағат болса, сіз тегін алатын боласыз. Поэтому дәл қазір ойланбастан анкетаны тез арада толтырыңыз, өйткені орын саны шектеулі. Одан бөлек сіз трансформация жоба туралы толық ақпарат ала аласыз. Қалай қатысамын, қанша теңге тұрады деген сияқты. Өйткені оның бағасы өте керемет. Өте құнды ақпарат трансформацияда бар. Біз бірнеше кәсіпті қалай ашқанымыз туралы сол барлығын бөлісетін боламыз. Екінші, сонымен қатар табысты бизнеске қажет 280 инструментті атты Excel файл тегін жүктей аласыздар. Поэтому анкетаны толтырыңыздар, жеке разборға шығайық, бізге танысайық, бірге өсейік, дамиық, сізді білейік, немен айналысатыныңызды, не кедергі болып жатыр өсуіңізге. Сол жерде осы сабақты алған ақпараттарыңызды жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Өйткені бізде қазақ түркі ресейде айтқандай, әрқашан осы елімізді ел қылатын только біз ағайындар. Поэтому пайдалы болайық. Сол себепті мен қаншама энергиям кетсе, қаншама шаршап отырсам да сіздерге осы сабақты бөлісіп отырмын. Максимально бірімізге пайдалы. Сіздің пайдаңыз, егер анкета толтырсаңыз, жақындарыңызды жіберсеңіздер, осы сабақ және историяда бөліссеңіз, нұр үстіне нұр болады. Елімізді жасайтын біз жастар, сол жерде экономикамызды дамытайық, міндетті түрде табысымызды көтерейік, байыса Қазақстандағы азаматтар байысын. Барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет. Анкета дәл қазір толтырыңыз, орын саны шектеулі и жеке разборда жолыққанша.